Сәлем достар, біз бүгін султанки немесе шаровары деп атайды ғой, сондай шалбар түрін тігетін боламыз. Бұл бізде 4 слой мата жатқан, ені метр жарым 150 сантиметр, яғни ұзындығы 110 сантиметрлік 4 слой мата бүктетіліп жатыр. Міне 4 бүктелгенде менде 36 сантиметр, жоғары жағынан да астыңғы жағынан да 36 сантиметр болып тұр. Ал ұзындығы метр 10. Бұл менде шелк матасы. Бұны мен как подъюбник ретінде тігіп жатырмын. Неше түрлі матадан тігуге болады. Міне бізде ортаңғы жағы, бізде сгиб бүктетілген жағы, ортасы, міне екі жағы да бүктетілген жағы, мына жағы бүктетілмеген. Қазір мен жаңағы бір жері бүктетілгенді қиып тастаймын. Шатаспас үшін міне бүктетілмеген жағы болады. Мына жағы, екінші жағы сгиб болады. Бұны мен подъюбник ретінде тігіп жатырмын, шелк матасынан, чтоб жаңағыдай ысылатпас үшін, сосын жаңағыдай шелктың өзі скользящие, үстінде тұрған көйлек жабыспас үшін. Енді неше түрлі матадан тігуге болады. Қарайсыздар өздеріңіз. Мен енді как подъюбник ретінде тігейін деп жатырмын. Міне жоғарғы жағынан, сгиб жағынан өлшейміз біз. 40 сантиметрді белгілеп аламыз. 40, например, 45 та қылсаңыз болады. 40 онша қатты түсіп кетпейді, нормально тұрады. Дзеге дейін. Сосын мына астыңғы жағынан сіз өзіңіздің тобығыңыздың қаншалықты айналымын қанша қылғыңыз келеді, соншалықты белгілейсіз. Мен 20 сантиметр алып жатырмын. 20 сантиметр. Енді осы белгіленген 20 сантиметр мен астыңғы жағында жоғары жақтағы жаңа 40 сантиметр болды ғой, соның екеуін осылай қосамыз. Екі нүктені біріктіретін боламыз, осылай сызып аламыз. Бұл жерде ешқандай мата шығыны болмайды, барлығын біз қазір қолданатын боламыз. Осы бүткіл метр жарымдық матаны барлығын қолданамыз. Ешқандай астатық қалмайды матадан. Енді міне қиып алдық, міне астыңғы жағын, міне біз астыңғы жағын қазір біріктіріп тігіп алуымыз керек. Міне астыңғы жағын осылай оң жақ беті мен оң жақ бетін біріктіріп тігіп алуымыз керек, Осыны біз осылай тігіп алуымыз керек. Так, міне былай тұрды, міне. Мына етек жағы сонда получается. Сол етек жағын біз қазір тігуіміз керек, біз біріктіріп. Түсіндік қой да? Шатаспас үшін тағы көрсетіп жатырмын. Міне осыны осылай тігіп аламыз, біріктіріп. Міне тігіп алдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай біріктіріп тігіп алдық. Енді осыны міне біз жаңағы шалбарымызды осылай жаямыз. Міне біріктірген кезде бізде осындай болып шықты, міне. Енді осы тігістен қазір шалбарымызды жайып, қазір көрсетемін. Міне осылай шалбарды жайған кезде, міне осындай болып тұрады бізде. Енді осы мына 3 бұрышқа жаңағы біріктіріп алған матамызды қазір жалғайтын боламыз. Міне тігісін, екі біріктірген тігіс бар ғой, соны дәл бұрышына осылай инемен қадап аламыз да. Барлық жағынан көктеп шығуға болады, немесе инемен қадап шықсаңыз да болады. Осылай жан-жағына, ортасына осылай біріктіреміз. Екінші жағында солай біріктіріп тастаймыз. Міне осындай болып тұрады, міне. Енді екінші жағында солай жасаймыз. Осылай дәл осылай біріктіріп шығатын боламыз, Сосын тігіп шығамыз.
Бізде тігісіміз барлығы дайын болды. Жақсылап өтектеп аламыз тігістің барлығын. Әрбір тігістен кейін өтектеп отырған жақсы. Мен енді бұны как подъемник ретінде тігіп жатырмын. Енді қазір намазхан қыздар қарап жатса, енді бізді түсінеді. Біз всегда көліктің астынан осындай подъемник болмаса шалбар сондай бірдеңе киіп жүреміз. Егер ыстықтан кие алмай жүрсеңіздер, осылай шелк матасынан тігіп көріңіздер. Өте ыңғайлы. Міне біздің тігісіміз дайын болды. Екі жағын біріктіріп алдық. Тігіп алған күйінде міне осындай болып тұрады. Енді біз резинкілерін орнату қалды. Мен осындай тонкий резинка қолданатын боламын. Енді жаңағы айттым ғой, мен іштен киетін шалбар ретінде тігіп жатырмын. Енді сіздер енді кәдімгі басқа матадан тігіп, кәдімгі шалбар ретінде киетін болсаңыздар, онда қалыңдау түрін қолданыңыздар. Мен енді бүгін осындайын қолданайын деп жатырмын. Міне оверлоктап алдық. Белін, балағын барлығын оверлоктап алдық. Міне ішінен міне осындай болып тұрады тігістері. Резинка орнатуға дайындап қойдық. Міне осындай болып тігістері, осындай болып тұрады. Жақсылап өтектеп аласыздар тігістің барлығын. Енді резинкасын орнатамыз. Міне резинканы беліңізді өлшеп, қаншалықты керек соны аласыздар. Міне қақ ортасын тауып белгілеп аламыз да, бір жанындағы бір тігіске осылай ішкі жағынан екі жағына да равномерно бірдей кету үшін осылай бөліп аламыз. Сосын мына аста тігін созып тұрып, ана шеттен бір шетінен екінші шетіне дейін созып тұрып, осылай ішкі жағынан қалай көрсетіп жатырмын, солай тігіп шығамыз. Созып тұрып, закрепкасын беріп алдық. Енді міне жақсылап тұрып, осылай созып тұрып, шетінен осылай тігіп шығамыз. Міне тігілген күйінде осындай болып тұрады. Міне енді міне барлығын тігіп алдық, осып айналдыра тігіп алдық. Енді қазір қайырып бір тігеміз тағы да. Қайырып тіксеңіздер, міне осындай болып қалады. Міне ішінен жылжымайды. Осы әдіспен тіксеңіздер, ішінен резинка жылжымай тұрады. Егер ішінен былай өткізетін болсаңыздар, ол айналып кете беретін болады. Сондықтан осы әдіспен тігіңіздер. Балағында солай тіктік. Міне барлығы дайын болды. Осылай тігіп көріңіздер, қыздар. Басқа матадан тіксеңіздер де болады. Рахмет, соңына дейін болғандарыңыз үшін.